Қайырлы күн. Педагогика пәнінен ұсынылып отырған сабақтың тақырыбы оқыту әдістері туралы ұғым. Бүгінгі сабақта біз әдіс, тәсіл, құрал деген ұғымдармен танысып, оқыту әдістерінің негізгі қызметтері мен топтастырудың кейбір түрлерін қарастырамыз. Әдіс методос деген грек сөзінен туады. Зерттеу немесе таным жолы деген мағынаны білдіреді. Тәсілдер жиынтығы. Әдіс көздеген мақсатқа жетудің жолы. Әдіс арқылы мақсатқа жету үшін орындалатын жұмыстар жүйеге келтіріледі. Сондықтан мақсат әдістің бас критерийі. Тәсіл оқыту әдісінің элементі, оның компоненті. Әдіс пен тәсілдің шекарасы өте жылжымалы, құбылмалы келеді. Өйткені әдіс кейде тәсілге, ал әдістемелік тәсіл оқыту әдісіне айналады. Мысалы, лабораториялық сабақтың мәнін және мағынасын анықтайтын әңгіме әдіс ретінде қолданылады. Егер оқушылар лабораториялық тапсырманы өз бетінше орындағанда, мұғалім сол дербес жұмыс процесінде тек әңгіме элементтерін қолданса, онда тәсіл болады. Құрал дидактикада дербес терминологиялық мәні бар сөз. Мысалы, дидактикада қолданылатын құралдар оқыту жабдықтары, оқыту ақпаратының көздері, оған оқытудың техникалық құралдары, оқулықтар, оқу құралдары, көрнекі құралдар жатады. Оқыту әдістерін жетілдіру мәселесіне көп көңіл бөлініп, ғалым педагогтар әртүрлі анықтамаларды ұсынады. Галина Ивановна Щукина оқыту әдістерін мұғалім мен оқушылардың бірлесе жасайтын әрекеті деп түсіндіреді. Иван Дмитриевич Зверевтің пікірі бойынша, оқыту әдістері бұл мұғалім мен оқушылардың өзара әрекетінің барысында білім алу жолдары. Юрий Константинович Бабанский оқыту әдістерін мұғалім мен оқушылардың өзара әрекетінің негізінде білім, тәрбие және таным процесін жетілдіру деп тұжырымдайды. Оқытудың негізгі әдістерінің байланысын профессор Раиса Григорьевна Лемберг өз еңбектерінде көрсетіп, әр әдістің психологиялық құрылымына ерекше көңіл бөледі. Сонымен, оқыту әдістеріне анықтама берсек, бұл мұғалім мен оқушылардың оқу тәрбие жұмысының міндеттерін ойдағыдай шешуге бағытталған өзара байланысты іс-әрекетінің тәсілдері. Оқыту әдістері оқушылардың таным қабілеттерін дамытып, ізденуге, жаңа білімді меңгеруге ықпал етеді. Оқыту әдістері қалай оқыту керек деген сұраққа жауап береді. Оқыту әдістерінің келесі негізгі қызметтері айқындалады. Оқыту, дамыту, тәрбиелеу, ынталандыру, ұйымдастыру. Оқыту әдістерінің өзіне тән тарихы бар. Белгілі ғалым педагогтар оқыту әдістерін топтастыру мәселесін зерттеуде үлестерін қосты. Орыс ғалымдары Евгений Яковлевич Голланд, Сергей Григорьевич Шаповаленко, Николай Михайлович Верзилин білім көзін негізге ала отырып, оқыту әдістерін 3 топқа бөлді. Бірінші, сөздік әдістер тобына әңгімелеу, әңгіме, түсіну, лекция, кітап пен жұмыс жатады. Екінші, көрнекілік әдістер тобына демонстрация, иллюстрация, бақылау әдістері. Үшінші, практикалық әдістер тобына лабораториялық, практикалық,
графикалық жұмыстар және әртүрлі жаттығулар. Исаак Яковлевич Лернер мен Михаил Николаевич Скаткин оқушылардың танымдық немесе логикалық ойлағыштық іс-әрекетін оқыту әдістерін топтастырудың негізі деп қарастырады да келесідей оқыту әдістерін ұсынады. Бірінші, түсіндірме иллюстративті әдіс. Екінші, репродуктивті әдіс. Үшінші, проблемалы баяндау әдісі. Төртінші, ішінара-ізденіс немесе эвристикалық әдіс. Бесінші, зерттеу әдісі. Жоғарыда аталған әр әдістің мазмұнымен келесі сабақтарда танысамыз. Жоспарланған теориялық материал қарастырылды. Енді келесідей сұрақтар ұсынылады. Бірінші, оқыту процесі екі жақты процесс. Оқыту әдістерінде екі жақты процесс деп қарастыруға бола ма? Екінші, оқыту процесінің негізгі үш қызметі бар. Мұның оқыту әдістеріне қандай қатысы бар? Үшінші, оқыту принциптерінен оқыту әдістерінің айырмашылығы бар ма, болса қандай? Назарларыңызға рахмет.